Балалар, олай болса бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсатына байланысты, яғни мынандай бекіту тапсырмаларын орындап кетейік. Бірінші біз бірге ойлаған әдіс арқылы екі топ постер қорғаймыз. Бірінші топ реляциялық деректер қоры туралы постер қорғаймыз, екінші топ бастапқы тіл ұғымы туралы. Бұл жерде балалар дескриптивтерге назар аударайық. Реляциялық деректер қорын сипаттайсыздар, бірінші топ, ал екінші топ бастапқы тіл ұғымын анықтайсыздар. Олай болса мына жерден алдарында парақ таратылған, осы бойынша жұмысымызды бастаймыз. Балалармен уақыт беремін. Бірінші бізге топ қол шапалақтау әдісі арқылы белгілереміз. Балалар ойланып. Реляциялық деректер қоры кестеде екі бірдей жазбалары болмайды. Екіншісі, кесте бағандары өрістерден тұрады. Кесте жазбалары жазбалардан тұрады. Әрбір өріс бірегей атқа ие болады. Барлық өрістер дара болады. болады. Қалай болады екінші пән қалыптастырушылары? Осы жақсы болса және бізге түсінікті болды. Түсінікті болды дейді. Келсеміз, аға жақсы отырыңдар. Бірінші топ, екінші топ келіңдер. Бірінші топ мұқият тыңдаймыз. Бірінші топ мұқият тыңдаймыз және кері байланысты, яғни қалыптастырушы бағалауды тыңдаймыз. Бізге берілген бастапқы кілт ұғымын аяқтау. Әртүрлі кестедегі деректерді байланыстырады және де жеке мәні бар өрістер жиынтығынан тұрады. Тақырыбына сәйкес келетін тұрады. Екі жауабының бірде бастапқы кілт мәндері болмайды. Белгілердің адрестері жол мен бағананың қиылысуымен анықталады. Екінші топ, бірінші топ кән? Қалай қалады? Дұрыс, бәрі дұрыс, түсінікті болды. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса балалар, біздің келесі тапсырмамыз білім ұшында әдіс арқылы жүргізіледі. Бұл жерде дескриптор сұрақтарға жауап бересіңдер, бере отырып кестені талдайсыңдар. Бірінші топқа, бірінші топ және екінші топ сұрақтар бойынша кестеніге, яғни сұрақтарға жауап беріп кестені талдай жүреміз. Тез сұрақтарды істеп алайық. Балалар ойланып, жинақтауға яғни жауап беріп отырмын. Бірінші сұрақта дайынсыңыз ма? Жақсы, олай болса балалар, берілген кесте қандай компоненттерден тұрады? Декан қайтып жауап беріп отырмын. Кесте атрибуттар және картелер. Екінші топта сұрақты тексерсіңдер. Жақсы. Енді екінші кесте атрибуттың атаңдар дейді. Кім айтады? Кесте атрибуттары ID, аты, тегі, яғни бағасынан тұрады.
Birinchi to'p. Sen ne dersin? Aha, dürüst. Üçüncü o'quvchi kestesinde бастапқы аты bo'ladimi, әлде tegi bo'ladimi? Tegi bo'ladi. Өйткені Себебі оқушы кестесінде аты екі ардас болғандықтан тектері әртүрлі болады. Aha. Her kestesinde жақсы. Her kestesinde бастапқы бет қайсысы? Ертең жауап бере алшы. Fen kesesine bastıkı daha iyi oldu. IT болады дейді. Келісесіңдер ме? Келісеміз. Келесі сұрақ. Айдос Сәтбек қандай пәнді оқыды дейді. Нұрдан жауап бере алшы. Айдос Сәтбек физика география оқыды. Физика география дейді. Бірінші екінші топ. Айда кім? Жауап бере қой. Қандай? География химия оқыды дейді. Дұрыс па? Себебі не үшін? Оны оқыды. Өйткені айтилары екі болғандықтан тән кестесінде де екінші айтил болып тұр. Айдос Сәтбек дегеніміз екіншіден және дейді қандай? Жақсы. Келесі. Физикадан қай оқушы бес алды дейді. Кім айта қойдыңдар? Кенжебек Асан Кенжебек Асан. физикадан бес алды. Неге Кенжебек Асан? Себебі? Айтил мәселесі деп тұр. Келісеміз ғой, иә? Ал енді балалар осы екі кестеге назар аударайықшы. Осы екі кестеде бастапқы кілтті кім тауып береді? Айтил бастапқы. ID бастапқы кілт болады екен, иә? Жақсы жарайсыңдар. Екі топта өте жақсы атсалысыңдар балалар. Олай болса балалар енді біз осы білімімізді ары қарай жалғастырамыз. Практикалық жұмыс. Компьютерімізді іске қосамыз. Мен сендерге мына практикалық тапсырма бұл жерде дискрипторымыз. Аксесс бағдарламасын білесіңдер. Және кестемен жұмыс жасаймыз, иә? Бала кестені орындап алар. Шынтай оқып беремін. Аксесс программасын іске қосамыз. Балалар уақытымыз аяқталуға тапсырманы орындауға орындап тұрайық, уақытымыз кішкене қалды. Балалар бұл балалар осы енді бір-біріміздің орнымызды алысып, жұмыстарымызды тексеріп жүрмекші кәдімгі. Орнымызды алысайық та бір-біріміздің жұмыстарымызды тексеріп жүрейік. Кәмелі, әне
Oyuna aha dұрыс орындаған. Ол Мекен-жайын жазды. дескриптор бойынша тапсырманы орындаған. Аға, жақсы. Тағы да ерекшеліктен кім айтады? Жұмыстарын тез-тез айтып шығар. Орындады ма? Дайын ма? Дескрипторда кестені аға дескриптор бойынша. Мирас? Динара өте жақсы орындалған бәрі. Жақсы.